жаратқан ием, жазықсыз құлдарыңның күнәсін кешіре көр. Жазықсыз құлдарыңның күнәсін кешіре көр. Екі аюрың онда қайнаған тіршілік бар еді. Иә, өлгендерде үн жоқ, ашыққан елде күш қуатты жоқ. Құдайым-ау, шындықтың беті ашылатын заман тумайды дей ме екен? Мың қызыл сұмырайлар. бір 1932-1933 жылдары ашаршылық болды. Аштықтан қиналған соң түс кезінде жездеміздің үйіне қарай жолға шықтық. Анам сонда қарындасымды бауырына алып, мені қолымнан жетелеп, аштықтан әрең бұратылып жүрді. Жол өнбей ауылға жақындаған шақта қас қарайып кетті. Бір кезде бізді 3 қасқыр қамап, топырақ шаша бастады. Мен қорыққанымнан анамның етегіне тығыла бастадым. Анам таяғын көтеріп айғайласа да, қасқырлар қаймықпады. Содан анам қарындасымды жерге қойып, мені арқалай жөнелді. Қасқырлар қарындасыма қарай бас салған болу керек. Шар еткен дауыс естілді. Біз сол уақытта аман-есен құтылып үлгірдік. Кейін барып қарасақ, шашынан басқа ештеңе қалмаған. Бұл қасірет. Ашаршылық кезінде әр жерде осындай оқиғалар болып тұрды. Оны өз көзіммен көрдім, деді Мекемтас Мырзахметұлы. Армысыздар қазақ елі. Бұл ашаршылық куәгері, филология ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлының анасы бала кезінде оны аман сақтап қалу үшін амалдың жоғынан қарындасын аш қасқырларға тастап кеткені жайында айтқан әңгімесінен. Сондай-ақ ол осы ашаршылық жайында қазақ тарихшылары әлде де зерттеуі керек екенін атап өтті. Мекемтас Мырзахметұлы 1930 жылы 9 мамырда Түркістан облысы Түлкібас ауданы Майтөбе ауылында дүниеге келген. Ашаршылық заманымен тұспа-тұс келген балалық шағында аман қалуы сол заманның келбетін, қазақтың тағдырын көрсетеді. Мекемтас Мырзахметұлы отбасының кенжесі, отбасында 12 бала болған. Бірі ашаршылық кезінде, бірі соғыс кезінде, бірі ауырып қайтыс болған. Қалғаны бір ұл бір қыз. Ата-анасы балдары жастай шешектен өле бергендіктен тастай қатты бекем болсын деп Мекемтас қойған екен. Әкесі 1933 жылы қайтыс болады. Ашаршылық жылдары анасы 8 айлық қызымен 3-4 жасар Мекемтасты алып басқа ауылға қарай шығады. Тау мен тастың арасынан өтіп ауылға жақындаған тұста қасқырларға тап болады. Артымда ұрпағым қалсын деп қарындасын қасқырға жем қылып, зар илеген анасы осы бір түйір ұлын аман алып қалған. Қазақта әулетті сақтау керек деген бар. Көрмеген нәрсені көріп өстік дейді. Анасы 46 жасында төсек тартып қайтыс болады. Ағайындарының қасында тұрған 8 жастағы Мекемтас мектепке барады.
балалар үйі мен мектеп-интернатта тәрбиеленеді. 1948 жылы Тұрар Рысқұлов ауылында Абай атындағы қазақ орта мектебін бітіреді. 1953 жылы Абай атындағы қазақ педагогикалық институтының филология факультетін, ал 1964 жылы аспирантураны бітіреді. Әкесінің досы Бауыржан Момышұлының жанашырлығымен көптен бері қолы жетпей жүрген аспирантураға түскен. 31 жасында оқуға қабылданып, 3 жыл Момышұлының үйінде жатып оқыған. Үйіндегі ұстазы Бауыржан Момышұлы, ал оқу орнында Абайды тануға жетелеген ұстазы Қажым Жұмалиев. 1953-1961 жылдары Низами атындағы Ташкент педагогикалық институтында кафедра меңгерушісі, декан, проректоры болды. 1975-1991 жылдары Қазақстан ғылым академиясы әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер, абайтану бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. 1991-2000 жылдары Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің кафедра меңгерушісі, Яссауи ғылыми лабораториясының меңгерушісі. Әдебиет және этнофилология ғылыми зерттеу орталығының директоры болды. 2002-2003 жылы Түркітану ғылыми зерттеу институтының директоры болды. Дидар Амантайдың жазушы Адам Мекебаевтың ашаршылық заманын бейнелеген «Құпия қойма» атты кітабы туралы жазбасынан. Аштықтың адресі жоқ, жұт 7 ағайынды, бүкіл қазақ жерін жаулады. Жылқыдан айырылған арқа жаяу қалды. Қорлықтың басы, өрісі тарылған бетпақтың 4 түлік малы қырылды. Теңізден балық жоғалды, ағаштан жеміс азайды. Тепсеңде жатқан бір ауылдың жайлауы қиылды. Өрдегі жұрттың сайға құлаған жайылымы тозды. Етекті паналаған алаштың қыстауы кесілді. Мал қырғыны, жан қырғыны. Кезінде сусыны, асы, көлігі дәулет еді. Қазір ырыстан береке, байлықтан бақыт кетті. Совет өкіметі орнаған күнінен бастап қазақты аштыққа дайындады. 1919-1932 жылдар аралығында Сахарада бірнеше дүркін аштық болды. Қытай ауды, Иранға көшті, Ауғанстанға қашты, Ресейге қоныс аударғандар да бар еді. Халық жан сауғалап босты. Кейбір қалалар күнде таңертең 4-5 арба өлік жинайтын еді. Ел қырдан шаһарларға ағылды, қақпалар жабылды, іргеден қуылды, ұрыны қарақшы тонаған заман туды. Әр өлген жатақтың алақанында жарты тілім нан жататын. Ақтық сәтке сақталған дәм ақыры әлсіреген кезінде иесіне бұйырмайтын еді. Аштық өтіп кеткен адамның тәбеті қашатын көрінеді. Сөйтіп мүсәпір қайратынан айырылып, күш-қуаты азайып, әбден титықтап болдырып өледі. Арқада әр ауылдың аштық туралы өз аңызы бар. Аңыз дегені жай сөз, шындықтың бізге жеткен формасы. Жазушы Адам Мекебаевтың «Құпия қойма» кітабы туралы. Кітаптың маңызы. Уақытында Бейімбет қалам тартты, Мұхтар Мағауин жазды, Смағұл Елубай бейнеледі. Кейіптеген жұрт баршылық. Сосын Адам Мекебаев кірісті. Құпия қойма ел басына күн туған заманда адамдығынан, кісілігінен айырылмаған ана, Сырға, Мәдина образын жырлаған заман. Жұртты талаған Түктібайдың ит өлімі жақсы келтірілген. Харам жолмен келген дүние бойға да сіңбейді, ұрпаққа да бұйырмайды. Қалай келді, солай кетті. Жақсылық жалғасын тапса, жамандық желкеден үзіледі. Әкедегі теріс қылық балаға өтпейді екен. Тоқшылық. Қасиет қана жұғады. Серғазы. Кісіден кісілік иттігі өзімен бірге қалады. Түктібай. Құдай адамзатты сөйтіп сақтайды. Қандай кереғар заман туса да, тіпті қазақ бастан кешкен ашаршылық елді қаншалықты діңкелетсе де, титықтатса да, құлдыратса да, халықтың адамгершілігін жоя алмайды екен. Адамның хайуаннан айырмашылығы осында, кісілігі үнемі тұрақты. Ұлттың жады әдебиетте. Әдебиет жадында әлем тарихы бар. Қазақтың арғы бергі құпия да, жария да, шежіресі ұлттық әдебиетінде жазылып та, жаңғырып та тұр. Тіпті қала берді, кешегі қырғын, сонау жаугершілік заман, ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама түгел есте, ұмытқанымыз өкпе ғана. Болар ұлт өткенге байланбайды.